Бүгін керемет шығатын зебра пирогын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарамыз. Енді осы жұмыртқамызға қантты қосып араластырып аламыз. Енді қамырға айранды құямыз. Келесі кезекте қамырымызға 1 шымшым ас содасын қосамыз. Енді сары майымызды қосамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасындағы болу қажет. Ал енді қамырымызға аз-аздан ұнды қосып араластырып тұрамыз. Шыққан қамырымызды 2 ыдысқа бөлеміз. Енді осы бір қамырымызға 10 грамм какаоны қосып араластырып аламыз. Енді арнайы формамызға пергаментті төсейміз. Бұл пергамент қамыр құйылып кетпеу үшін арналған. Енді қамырымызды 2 қасықтан қосамыз. Осылай жалғастырып кетеміз. 2 ақ қасық және де 2 қара қамырдан қосамыз. Енді шыққан қамырымызға осылай шпажкамен суреттер саламыз. Енді қызып тұрған духовкамызға қамырымызды саламыз. Мінекей зебра пирогымыз дайын болды. Зебраға үстінен қалай безендіресіздер өздеріңіз білесіздер. Мен осылай ерітілген шоколадты құямын. Мінекей зебра пирогымыз дайын болды.